Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен Италияның кантучи немесе бискотти деп аталатын печеньесін пісіретін боламыз. Бұл печенье бір қарағанда кептірілген нанға ұқсайды. Бірақ мүлдем олай емес. Дәмі керемет және жаңғақпен кептірілген жеміс қосылғандықтан түрі де әдемі. Печеньені жасауға кіріспес бұрын алдымен миндальды жуып, 100 градуста қыздырылған духовкаға 10 минуттай кептіріп аламыз. Ыдысқа қант, апельсин цедрасы, жұмыртқа және майды салып, миксермен араластырамыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Разрыхлителмен ұнның жартысын салып араластырамыз. Қалған ұнды салып, қолмен иілейміз. Үстіне миндальмен туралған кепкен өрікті салып, араластырамыз. Қамырды бірнеше бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, формаға келтіреміз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 25 минуттай пісіреміз. Печеньені пештен шығарып, 5 минуттай суытып қоямыз. Суыған печеньені енін 1,5 сантиметрде етіп тураймыз. Противенге салып, 160 градуста 10 минуттай ұстаймыз. Печеньелер дайын, түрі сондай әдемі. Дәмі керемет, маған ұнады. Сау болыңыздар.